Ал кеш жарық. Бүгінгі эфиріміз ақша тақырыбына байланысты болғандықтан мен осындай масканы пайдалануды жөн көрдім. Бұл Money деген маска Мария Солодар парақшасынан алынған. Ұнаса сол жақтан алып алыңдар, жазылсаңдар, сендерде де болады. Ал қош кепсіздер. Алтынай, Зарина дейді. Эфирге дайындалып келгендер бар ма екен? Менмін деп қол бұлғап қойыңыздаршы. Зарина, маска ұнап жатыр ма? Мен даусым естіліп жатыр ма? Айтып жіберіңізші. Дұрыс шығып жатыр ма? Естіле ма? Әлде қаттырақ сөйлейін ба? Кішкене қосыла беріңіздер. Мен бүгінгі тапсырмам бар еді. Эфирге мен жайдан жай шыққан жоқпын. Сіздерменен практика. Я, рахмет. Банкирге ұқсап отырмын ба? Ақша таратам қазір. Өмірімізге ақша келтіреміз. Даусым естіліп тұр ғой, да? Зарина. Даусым жақсы шығып жатыр ма? Әлде қаттырақ айғайлап сөйлейм ба деп ойланып отырмын ғой. Мен әр эфирде әр түрлі шығады екен даусым. Так, бүгінгі жарияланған тақырып ақшаға қатысты өз тұжырымдарымызды, әсіресе негатив тұжырымдарымызды не істейміз дейді адамдар. Және оларды жалпы қайдан табамыз? Әрине, мен кеше жаздым, тұжырымдар өте көп, негатив тұжырымдар, әсіресе бізді блоктаушы ақшаның келуіне кедергі келтіретін тұжырымдар өте көп. Ал енді солармен не істейміз? Әрине, трансформациялау керек. Ол тұжырымдармен жүрген кездерде, ол установкаларменен бізде ешқашан ақша болмайды. Ал енді бұл тақырыпты, бұл установкалардың қайдан шыққанын барлығын қысқаша болсын, мен мұнда жаңадан келіп отырған адамдар да болуы мүмкін. Тақырып мүлде таныс емес болулар мүмкін. Сосын мен бұл тақырыпты мүмкін сақтап қоярмын әлі каналға, YouTube каналыма. Сондықтан қысқаша айтып кетейін. Жалпы біз адамдар әртүрлі нәрсені армандаймыз. Мол табыс тапсақ екен, миллиондап ақша қырып тауып жатсақ екен, келсе екен, мен табысты болсам екен деген сияқты. Я, миллион тапсам, мен үйтер едім, бүйтер едім деп армандап қоямыз. Бірақ мынандай түсіндіретін жайт бар. Адам миы екі бөліктен тұрады. Саналы және бейсана, немесе түп сана деңгейіндегі ми болып бөлінеді. Саналы түрде біз 5-10% мидың мүмкіндіктерін қолданады екенбіз. Сөйтемізде ол саналы түрде біз армандаймыз, мақсат қоямыз, жоспарлаймыз өзіміздің жоспарымызды, логикаменен дұрыс бұрысын саралаймыз. Және кәдімгі ойлау қабілетіміз біздің, ол саналы түрде орындалатын нәрсе. Ал саналы емес, біздің түп санамыз бар. Ол егер айсбергті алатын болсақ, айсбергтің төменгі жағында, судың төменгі жағында бізге көрінбей жататын 95%-дан жоғары бөлігі бар. Түп сана да тура сондай. Бізге білінбейді, көрінбейді, бірақ ол бар. Ол жұмыс істеп жатыр. Және түп санамыз біздің, біреулер түйсік деп атайды, біреу ішкі сана дейді, подсознание жалпы. Онда көптеген ақпараттар жиналған. Біздің өмір бойы жинаған білімдеріміз, өмір бойы жинаған ойға түйген нәрселеріміз, тұжырымдарымыз, соның бәрі түп санада жазылып тұр. Олардың біз барлығының қандай екенін біле бермейміз.
кейде осы адамдарға айтып жатам да, сенің яғни подсознаниеңде сондай установка бар десем, жоқ, мен олай ойламаймын дейді. Ақша саған керек емес болып тұрған ғой десем, жоқ, мен олай ойламаймын, ақша керек қой дейді. Керек, мен білем, миллион ұтып алсам оны не істейтінімді, маған қазір мыңдаған доллар келетін болса, мен оны білем не істейтінімді деген сияқты саналы түрде білеміз, қайда жұмсайтынымыздың бәрін айтып қоямыз. Ол бізге қажет болып тұрған сияқты. Бірақ бейсана, түп сана дейміз ба, ол жерде бір ақшаның бізге қайырлы емес деген бір установкалары бар. Қорқыныш, үрей, бір күмәндар болуы мүмкін, ақшаға ренішіңіз де болуы мүмкін ол жерде жатқан. Сіз кезінде бір ақша көп тапқансыз, басқа алғансыз, сөйтесіз де оны бір білмеймін, дұрыс емес жұмсап қалдыңыз. Сондай бір қорқыныштар да бар. Өзімде де ондай қорқыныштар болған. Көп ақша ұстап жүрдік, бірақ дұрыс емес пайдаландық. И сол қорқынышым мысалға өмірде қайтадан жаңағы көп ақшаның келуіне кедергі келтіріп тұрады. Осындай нәрселердің барлығын ұстап, сезіп, яғни біліп алуымыз қажет. Мен кеше постта берген 10 тұжырым бар тұғын. Адамдарда көп кездесетін. Естеріңізде болса, біз не деп айтып едік жаңағы? Мен көп жұмыс істесем ғана көп ақша таба аламын. Егер мен білім алсам ғана өзімнің табысымды көбейте аламын. Солай ма? Егер мен көп ақша тапсам, адамдар маған қызғанышпен қарайды. Егер менде көп ақша болса, мен бақытсыз болып қаламын. Ондай установка бізде көбімізде бар. Жаңағы бай адамдар бақытсыз. Ақшалары көп, бірақ олардың жаңағы отбасылық бақыты жоқ, жалғыз немесе бала бермей қалады. Қазақтарда өте көпші бай болады, барлық жағынан жетістікке жетіп жатыр, бірақ ұрпақ бермей қойды, немесе өңшең қыздар берді, ұл бала жоқ, жалғастырушы деген сияқты. Егер менде ақша болса, менде бақыт болмайды дейді. Егер менің ақшам болса, мен бәріне көмектесуге міндеттімін дейді. Әсіресе біз оны жаңағы нетеміз, қазақтарда көп қой. Біреу сәл байып бара жатса, бүкіл туысқандары соның аузына қарап отырады. Сен тауып ғой, я көмектесуге міндеттісің деген сияқты. Өзімнің айналамда өте көп ондай нәрсе. Өзіміздің отбасымызда да бар ондай установка. Біреу тауып жатса, басқаларға көмектесу керек. Неге сен бөліспейсің? Бауырмашылық деген қайда? Қазақшылық деген қайда? Бір анадан туған соң үйту керек, бүйту керек деген сияқты. Ал енді ол установка тұрған кездерде сен өзіңді өзің іштей шектейсің. Сен бөліскің келмейді. Мүмкін сен бауырмашылық сияқтысың, сен бөліскің келеді деп берік жағыңмен, саналы ойменен айтасың, саналы оймен қабылдайсың. Бірақ түйсікте оған блок бар, сен қаламайсың оны. Сондай сияқты. Егер менің ақшам болса, мен өзімнің ер азаматымды басып тастаймын әйелдер үшін. Менде бар, болған, басқаларда да осы көп әйелдерде бар шығар да. Әйелдер көп ақша таба бастаса, өзінше болып кетеді, ер азамат сияқты табысты болады да, өзінің ер азаматын таптап тастайды, жоқ қылып жібереді, менсінбей қояды деген сияқты. Ондай установкалар да бар. Келесім, ал осы жерде ер адамдардың ойлайтыны, мен ақша табатын болсам, әйелін тек қана соны пайдалану үшін ғана мен пайдаланатын болады. Мен тек қана ақша табатын банкомат сияқты болып қаламын. Маған адам сияқты қарамайды, тек қана ақша керек мен деген сияқты ұстанымдар тұрады. Сөйтеді, өзін-өз блокқа қояды. Іштей. Келесі, егер мен бай болсам, балаларым нашақор және жалқау адамдарға айналады дейді. Ондай мысалдарды біз өте көп көргенбіз. Талай бай, ауқатты, бақуат жүрген адамдардың бала-шағасы машинаға мініп алып, ұрылып, соғылып, немесе бір наркоман болып кетіпті. Ойынханаға барып, ойынға тігіп жіберіпті ақшаларының бәрін деген сияқты. Ал соны естіген кезде біз ойлаймыз да, сосын менің балам ондай болған қаламаймын. Мен үйтіп бай болмай қойдым деген сияқты іштей бір түйін жасайды. Өзімізге тұжырым жасап аламыз да, соны жазып аламыз. Түйсікке ол кетті, болды, программа заложено дейді ондайды. Сондықтан ары қарай сен оны мүмкін білмейсің де, сен ақшам болса екен, мен табысты болсам екен, неге деп ойлаймыз да, бірақ оны білмей жатамыз. Келесі тұжырым, егер менде көп ақша болса, менде көптеген жауапкершіліктер, проблемалар мен қауіптер болады. Ол да біздің кинолардан советтік, әсіресе 90-шы жылдардағы рэкет, анау мынау туралы көрген кезде ақшасы бар адамдарға проблемалар өте көп. Рэкетерлер келеді, басқалар келеді, бұзақтар, солардың тізіміне түсіп қаласың, проблемаң болады, бизнесің болып, енді бір жүріп баратсаң, сен шалушылар көбейеді. Саған ақшаңа көз салатындар көбейеді деген сияқты.
Ой, сосын егер мен бай болсам мен бұзылып кетемін, жалпы адамды ақша бұзады деген, ол бүкіл бәрімізде бар нәрсе. Ақша адамды бұзады. Келсесіздер ғой, сондай нәрсе барлықтарыңызда бар шығар. Ондай тұжырыммен жүрген кездерде біз әрине бай болмаймыз. Бұндай тұжырым біздің түп санада отыр. Ол кәдімгі автоматты түрде программа сияқты іске асып жатады. Ондай ойменен біз ешқашан ақшалы болып жүре алмаймыз. И соңғы 10-шы тұжырым бар екен: егер менің ақшам болса, адамдар мені айыптайтын болады. Қайдан тапты ол көп ақшаны? Адал жолмен ақша табу мүмкін емес қой, көп ақша табу мүмкін емес қой деген сияқты. Ал қараңыздар, осы 10 тұжырымменен сіздер кеше келіскен сияқтыңыздар. Біраз адам өзіне сақтап алыпты, статистика өте охваты көп болған. Мен қарап отырмын, бұл тұжырымдар тізімі ұнапты. Адамдардың көбісінде бұл бар. Мен бір жазып едім, егер табысыңыз 500 мыңнан кем болатын болса, кем дегенде 2 тұжырым бар осының ішіне деп. Қарап отырсақ, бізде табысы 500 мыңға жететін адамдар оншалықты көп емес. Мен мысалы подписчиктердің арасында да 100 мың, 200 мың тауып жүргендер бар шығар. Енді андай үлкен ірі бизнес жасамаған болса, жай адамдарымыз да. Яғни бұндай тұжырымдардың көбісі бізде бар. Өзімде де бар, менің айналамдағы адамдардың бәрінде бар тұжырымдар. Сондықтан жазып отырмын. Бұл тұжырымдарды не істейміз дейді. Бұларды аламыз да тек трансформация жасаймыз. Яғни трансформация жасау дегеніміз не? Жаңа мен айттым. Сана, миымыз біздің 2 бөліктен тұрады. Сана және түп сана. Мына тұжырымның барлығы біз саналы түрде де білетін және түп сана деңгейінде де жатқан программалар. Егер біз бір нәрсеге сенетін болсақ, ол яғни біздің тұжырымымыз, біздің установка. Мен білемін, мен нақты соған сенемін дейтін болсақ, ол біздің сеніміміз. Ал сіздер білесіздер да, біз неге сенсек, сол орындалады. Онымен келісетін шығарсыздар. Біз не ойлаймыз, сол өмірімізде болып жатады. Біз неге сеніп жатамыз, сол міндетті түрде болады. Біз егер бір ғажайыпқа сенетін болса, ол ғажайып болады. Сенбесек, ол болмайды. Біз егер бір көшеде болып жатқан бір жаман машина қағып кетеді, немесе басқа деп ойлайтын болсақ, қорқып жүретін болсақ та, қорқыныштарымыз, біз ойлап жүрген нәрсе, ол міндетті түрде іске аспай қоймайды. Әйтеуір бір кезде сені қағып кетеді. Сол сияқты біз оны мен уже білмеймін, келіспеймін деп айтатын адам да жоқ шығар. Жалпы мен парақшамда жүргендер, тем более уже ол әңгімені естіп біліп жүрсіздер ғой да. Міндетті түрде біздің ойымыздың барлығы іске асады. Бірақ ойымыз ол қайдан шығып жатыр? Мен олай ойламаймын деулеріңіз мүмкін. Көп адамдар сөйтеді. Мен олай ойламаймын ғой. Ол қайдан шықты? Ол түп сана деңгейінде ол ой жатыр сізде. Сіз білмейсіз, есіңізде жоқ, қай кезде қалай жазылғанын. Өмірімізде болып жатқан нәрсенің барлығы бұл біздің өміріміз, ойларымыздың нәтижесі. Өз ойларымыздың нәтижесі. Біреу кінәлі емес, біреу ренжіткен жоқ, біреу қорқытқан жоқ. Біз өзіміздің ойымызды іске асырып өмір сүріп жатамыз. Себебі біздің түп сана, бұл біздің жанымыз, рухымыз деп өткенде бір салыстырмалы түрде айтып едім мен. Егер біреулер шариғат жағынан қарайтын болса, ол біздің жанымыз, Құдайдан берілген жанымыз, ол мықты. Себебі де Құдайдың күші бар. Сондықтан ол өз қалауын орындамай қоймайды. Міндетті түрде, себебі ол тағы да 95% күшке ие миымыздың. Сондықтан ол міндетті түрде іске асатын нәрсе. Ал енді қараңдар, ол іске асады екен, қашан жазылған білмейміз, өзімізбен өзіміз өмір ағынымен жүре беруімізге де болады. Көпшілігіміз солай жүрміз де. Әрине тырысамыз, аффирмациялар айтамыз, жақсы сөз айтамыз, жақсы ойлайық деп өзімізді жақсылыққа бағыттаймыз. Болып та жатады. Құдайға шүкір да, осы имандылық жолында жүргендер әсіресе намаз оқиды, шүкіршілікке келеді, дұға жасайды. Дұғаға біз бәріміз сенеміз. Кемінде 2 адам, 3 адам бірге тілесе, ол дұға орындалады. Ораза ұстаймыз. Оразада айтылған тілектердің бәрі міндетті түрде орындалады, білесіздер да. Яғни бұл жерде тағы да бір әңгіме сенімге байланысты. Біз неге сенеміз, сол болады. Мен өзім білем, ораза ұстап жүріп, үйдегілердің барлығы бір тілекті айтатын болса, ол міндетті түрде орындалады. Қабыл болады, себебі біздің дұғалық тілектеріміз. Және мен тағы да білетін, намазда жасаған дұға міндетті түрде қабылданады.
оған да көптеріңіз сіздердің жаңағы күмән келтірмейтін шығарсыздар, себебі білесіздер, жұма намазға барып немесе мешітке барып жаңағы жеті нандарыңызды пісіріп барып дұға жасап жатасыздар, сіздер сеніммен барасыздар да соны жаңағы сұрайсыздар Алладан, Алла береді оны, себебі біз сендік, оған күмән келтірмейміз. Ал енді бірақ әртүрлі жағдайлар бар, ол дұғаларда да біз тағы да бір нақты сұрамаймыз ғой, біз жалпы аманшылығымызды сұраймыз, иә, сондықтан біз аман есен жүрміз, жолымыз болсын, аман болайық, сау болайық, берекемізді келтіре ғой деген сияқты жалпы дұғада ешкім мындай бір нақты нәрсені сұрамайды. Намазда да ешкім, қанша көріп біліп жүрмін да ортамда, бәріміз тек жалпы тілектерді сұраймыз, амандығымызды, саулығымызды, бейбіт заманды, жаңағы жалпы ана бір қасіреттен, жамандан, қайғыдан құтқара көр деп та, шынымен ол дұғаның бәрі қабыл болып жатыр. Бірақ ешқайсымыз нақты бір жаңағы мақсат қойғандарымызды біз Құдайдан сұрауға да ұяламыз, онша-мұнша ше. Маған $1 миллион қазір берші дегенді өзіміз сенбейміз, себебі сөйтеміз де оны Құдайдан сұрауға да ұяламыз, қорқамыз да даже кейбіреулер. Сондықтан ондай дұғаларды айтпаймыз, біз жаңағы өзіміз сеніп тұрған, міндетті түрде орындалады деген нәрселерді дұғаларды айтамыз да, сол дұғада орындалып жатады. Ал енді біз мыналы басқаша мақсаттарымызға, жаңағы $1 миллион болсын, $1 миллион болсын, неге сұрамаймыз? Себебі іште оған сенімділік жоқ. Іште біз оған күмәніміз бар. Оған жаңағы өзімізді лайықты емес деп санайтын ойларымыз да бар. Ондай ойларменен кешіріңіздер. Ондай ойларменен әрине ол орындалмайды. Ал енді мына тұжырымдарды жаздық. Бұл жалпы тұжырымдар. Онымен келісетіндеріңіз бар, келіспейтіндеріңіз де бар шығар. Мен қазір біраз адам қосылып отыр да, 10 шақты адам эфирде отыр, жұмыс істеуге дайын шығарсыз деп ойлаймын. Мен бағана сториске де салып едім, мынандай тізім бар. Тізім бұл жалпы бір проблемалардың, адам өмірінде жиі кездесетін проблемалардың тізімі. Ең біріншісі жаңағы сүйіктіңмен қарым-қатынас. Сенде қандай дәрежеде дейді. Важность, срочность деген екі бағаны бар. Әр проблеманың қасына бал қойымыз керек, баға қойып шығуымыз керек еді. Бұл жерде қаншалықты маңызды бұл, және қаншалықты қазір шұғыл болып тұр осы мәселе. Отношения с родителями, ата-аналармен қатынасым қаншалықты маңызды және қаншалықты шұғыл болып тұр оны шешілуі бізге. Так, ұнамсыз жұмыс, өзімнің жаңағы ұжымдастарыммен немесе басшыларыммен қарым-қатынасым, ары қарай кетеден ақша қатынасына қатысты болғаннан кейін бұл тақырыбымыз. Мен де ойлап отырмын, маған бір-екі адам ғана жазды, большие долги, кредиты, мысалға да, тізімнің ішінен кредиттер бар, қарыздарымыз бар, сосын низкий доход деген бар екен, табысымыз төмен, сондықтан соған байланысты деп. Сосын ары қарай тағы да не удается обеспечить себя и семью так, как хотелось бы. Страшно менять место работы, постоянно не хватает денег деген сияқты. Жалпы осындай проблемалар тізімі берілген болатын. Мен енді бір екі адамның жазғаны жаңағы большие кредиты и долги деген не болды да, не дейді мынау, проблемалары. Басқа ешкім көп жазған жоқ, сондықтан мен сол мәселені ғана қарастырып кетейін да, соның мысалында. Мысалға кредиттер қазір прям жағадан алып бара жатыр, важность тоже 10 деп тұр мысалға, и срочность тоже 10. Саламатсыздар ма, жаңадан қосылып жатқандар? Осы мәселені мысалға біз негізгі мақсат деп қояйық. Бұл проблема болып тұр, проблема. Екінші, егер жұмыс дәптерін сіздер өздеріңізге жүктеп алған болсаңыздар, кім алған екен, белгі беріп қойыңыздаршы, менде жұмыс дәптері бар, мен жасадым осын деген. Бұл өткенде негізі бұл практиканы Дарья Трутнева өзінің соңғы өткізген вебинарында іске асырып, жүргізіп, жасап көрді. Көп адамдарға өте ұнады. Қазір білсеңіздер, MasterKittің автор Дарья Трутнева дүние жүзі бойынша өзінің турнесін өткізіп жатыр. Өткенде Америкаға барды, Якутияға барды, Россиядан бастаған болатында. Кеше ғана ол, қазір бүгінде әлі Ақтауда, кеше бүгін 14-15 Ақтау қаласында жүр. Батыс Қазақстанда, ол Астанада болды 30-31 тамызда. Шымкентке келеді 24-25
қараша айында, 11 айда. Әлі билеттер сатылымда жоқ. Өзім жақындаған кезде айтамын, шақырамын сіздерді. Қарағандыға барады, Павлодарға барады жақын арада 5-6 октябрьде, қазан айында. Яғни Дарья Трутнева жалпы мынау әдістің соншалықты тиімді екенін, бұның пайдасы өте көп екенін, және бұл лезде өз ойларыңды, жаңағы тұжырымдарыңды трансформация жасауға көмектесетінін дәлелдегісі келіп, соның мастер-класстарын өзі өткізіп, адамдарменен сұрақ жауап өткізіп, кері байланыста ақпарат жинап жүр. Себебі оған маңызды. Бұл әдістің адамдарменен жақсылап практикалық түрінде пайдаланылғаны. Тек сату емес мақсат бұл жерде. Мен де мысалы соншалықты бір сендерге өткізейін, сатайын деген сияқты сетевой бизнесті мақсат қойып отырған жоқпын. Мен бұл әдістің сіздерге қаншалықты пайдалы екенін көрсеткім келеді. Сондықтан сол Дарья Трутневаның ұсынған схемасы менен соның жаңағы мастер-классты ұйымдастыру жолыменен бөлісіп отырмын. Ержан, танымай қалдың ба? Өзгеріп кетіппін ба? Ержан, менде осыдан 5-6 жыл бұрын оқуды бітірдің де, 10-шы жылғы болса 15-ші жылдары, 3-4 жылдан бері мен өзгеріп кеттім. Явно мен физически прям түрімде өзгеріп кетті, ішкі жан дүниемде өзгеріп кеткен. Әне мен студенттерім мені танымай жатыр, бұрынғы оқыған. Келесі тапсырма бойынша бір проблеманы аламыз, сөйтеміз ол проблеманы келесі этап. Егер сіздер дәптер ручкаларыңыз дайындап отырған болсаңыздар, өздеріңіз таңдаған проблеманы, білмеймін, кімде кредиттер барлар, кредиттеріңізді жазыңыздар. Кредиттеріңіз жоқ болса, онда табыстарыңызды молайтқыларыңыз келетін шығар, барлық адамдар, да? Немесе сол проблеманы алайық, барлығымызға ортақ проблема деп. Табысымды молайтқым келеді, мақсат ретінде. Немесе низкий доход деген проблема, яғни төмен табыс бұл проблема. Соған керісінше екінші задание былай дейді, проблеманы мақсатқа айналдыр дейді. Табысым төмен болатын болса, менің ол проблема болады да, ал мақсатқа айналдыратын болсам, мақсат қалай болады? Мақсат табысты молайту. Ал жазамыз, сөйтемізді. Екінші тапсырма деген жеріне табысты молайту деп жазып қоямыз. Енді мақсатымыз бар. Табысымызды молайтқымыз келеді. Әдетте оны 2 есе 3 есеге арттыр дейді. Қазір бір 100 мың тауып жүрген болсаңыздар, 300 мың табыс тапсам дейсіздер. Миллион тауып жүрген болсаңыздар, рахмет Ержан. Миллион тауып жүрген болсаңыздар, 3 миллион деп жазыңыздар. От сіздің жаңағы миыңызға кішкене шақтау нәрсе. Енді сіз әлі ол миллионды тапқан жоқсыз ғой. Мысалға жаңағы немесе 300 мыңды да тапқан жоқпыз. Біздің мақсатымыз әлі қолымызда жоқ. Біз әлі оған жеткен жоқпыз. Сондықтан біз оған неге жетпей жүрміз деген сұрақтарды қоя бастаймыз. Үшінші тапсырма, мынау жұмыс дәптерінде болатын да, білмеймін сіздерге қалай көрінеді, бұл жерден теріс қарап көрінуі мүмкін. Мен тек қана экранды айналдырсам нетеді. Екінші тапсырма проблеманы біз мақсатқа айналдырып жазамыз. Үшінші тапсырмамыз, ол мақсат менде неге жоқ деген сұраққа жауап береміз. Ол мақсат менде неге жоқ? Неге жоқ? Бірінші, себебі мен жұмысымда ондай айлық төлемейді. Екінші, не болуы мүмкін? Ондай ақша, ол бұндай не дейді, қызметте табу мүмкін емес. Келесі, үшінші, тағы да неге болуы мүмкін? Қолып орыңыздар, сіздерде неге ол табыс, жаңағы өздеріңіз табыстарыңызды 3 есеге арттырып қойыңыздар. Неге ол табыс сіздерде жоқ? Я, Эльмира, сізде яғни 30-40 мыңдай ақша бар ғой қазір. 100 мың болса, жақсы болар еді дейсіз. Жарайды, ол сізге. Ал біреулерге 100 мың қазір тауып жүр, оларға одан да арттырғысы келеді ақшасын. Сондықтан әркімнің суммасы әртүрлі. Өздеріңізге жұмысқа бір парақ алыңыздар да, соған жаза беріңіздер. Менің мақсатым 100 мың теңге, біреуге 300 мың теңге. Мен әлі миллионды проработка жасап жүрмін. Себебі 200-300 мың әйтеуір келіп жатыр маған.
500 мың өткенде бір айда миллион да келді. Бірақ постоянно емес. Шынымды айтайын да, мен ай сайын миллион тауып жатқан жоқпын әлі. Қараңыз, енді әркім өзінің табысын 3 еселеп жазады мақсатына. Сөйтемізде, неге менде сол ақша жоқ деген сұраққа жауап жазамыз. Себебі менде жұмыс жоқ. Дұрыс айтасыз. Себебі менде жұмыс жоқ, таба алмаймын. Себебі маған оны кім береді? Менде прописка жоқ. Өткенде Эльмира, сіз емес па? Прописка жоқ, басқа жоқ. Пропискаға тұрдым дедіңіз, жарайды. Жұмыс жоқ, мүмкіндік жоқ, менің дипломым жоқ деуіңіз де мүмкін біреулерде. Немесе менің дипломыммен жұмыс жоқ деуіңіз мүмкін. Ондай себептер өте көп. Неге менде бұл табыс жоқ деген сұраққа жауап жазамыз. Тағы да келесі бір сұрақ бар енді. Бұл жерде неге деген кездерде біз өте көп айтамыз. Үкімет ондай жүйеде нетпейді, ешкімге мысалы миллион айлық бермейді. Ол үшін жаңағы нету керек. Тек қана взятка алу керек, немесе бір жерлерден ұрлау керек, тонау керек деген сияқты. Әйтеуір проблемалар, жауаптарыңыз сіздің біреуді бір жаққа кінәлап қойған жауаптар болып табылады. Көбіңізде. Ешкім жазып жатқан жоқ. Білмеймін, жасап жатсыздар ма, жасамай жатсыздар ма, мүмкін повторында көрген кездерде жасап аласыздар ма. Жалпы жұмыс осылай. Яғни біз өздеріңізге жазып қойыңыздар. Проблеманы мақсатқа айналдырып аламыз. Табысым аз дейтін болсам, табысымды молайту дейсіз. Оны нақты санмен жазған дұрыс. 100 мың айлық болатын болса, 300 мың дейсіз. 30 мың жаңағы бір табыс бар болатын болса, оны 3 есеге жазып дөңгелектеуге болады, 100 мың деп жазуға болады. 200 мың тауып жүргендер 500-600 мың деп жазуға болады. Яғни 3 есеге еселеп өзіңіздің мақсатыңызға, прям менің мақсатым мынау деп жазып қоясыз. Сөйтесіздерде бірінші сұрақ қоясыз. Неге менде бұл табыс жоқ? Неге менде бұл табыс жоқ? Осы сұраққа жауап береміз. Бұл жерде жауаптардың барлығы әдетте диплом жоқ, жұмыс жоқ, тағы не, ешкім жұмысқа алмайды деген сияқты, немесе менің жұмысымда ондай төлемейді деген сияқты жауаптар пайда болады. Мүмкін өз жауаптарыңыз да бар шығар. Және екінші бір ең қызық сұрақ. Так, не үшін менде бұл мақсатым жоқ деген? Не үшін маған қайырлы бұл мақсаттың болмауы немесе? Жазып алыңыздаршы. Почему для меня так важно не иметь мою цель? Зачем деген сұрақ арқылы табылатын нәрсе. Бұл мақсаттың менде болмауының маған қандай қайыры бар немесе? Бұл енді кішкене қиындау сұрақ. Ал Эльмира, сіз жазып отырсыз, ойланып айтып көріңізші. Менде жаңағы 100 мың теңге жоқ, 100 мың теңге табыс жоқ. Не үшін? Маған ол табыстың болмауының қандай қайыры бар? Бірден түсіну, бірден айту кішкене қиындау. Осы жерде біз мынандай техниканы пайдаланамыз. Зато деген. Менде 100 мың теңге жоқ, Эльмира үшін айтып жатыр мысалға, да? Менде 100 мың теңге жоқ, зато сіздің выгодаларыңыз, сіздің пайдалы жақтарыңыз. Зато сізде не? Оны өзіңіз ғана білесіз. Бір-екеуін подсказка жасауым мүмкін. Зато мен көп жұмсамаймын.
зато мен білмеймін, басқалардан сұраймын, зато маған көмектеседі, зато мен тоянаны апарудың қажеті жоқ, немесе ана жақтан бірдеңеге жинап жатса, зато мен бермеймін. Менде сондай затолар болған екен, я. Мен отбасымда негізі бауырларымның бәрі табысты да, менде ғана табыс төмендеу негізі. Қанша оқыған білімді болсам да, табысым төмендеу, сөйтем да мен жаңағы өзімнің затоларымды іздеген кезде таптым ғой. Зато бәрі анау үйге жинап жатады ғой, бір той, томалақ, бірдемеге. Зато маған скидка істейді. Зато қойшы, ол жаңа бюджетник қой, бюджетникте ол ақшалар не ғой, оған жаңағы көмектесіп жіберейік, бірдеңе деген сияқты. А мен соған үйренген екем. Сондай бір затолар шығады. Жақсы ғой негізі. Жақсы, жаман ештеңесі де жоқ. Мен мына жақтан жылап жүрем, мен ақшам аз деп та. Мен соншалықты миллионер емеспін, мен жаңағы табысым жетпей жатыр, жеткіліксіз болып жатыр деп. Бірақ затоларым менің өзіме ұнайды екен. Зато. Көрдіңіздер ма? Адамда әр кезде сондай бір нәрселер бар. Вот мынау неге деп сұрай берместен, не үшін менде ондай табыс жоқ деген сұраққа өздеріңіз ғана жауап бере аласыздар. Ол тек қана біздің ішкі күйімізден келетін нәрсе. Кішкене ойланып, көзіңізді жұмып, өзіңізбен өзіңіз былай жаңадан біреу не бар ғой? Статуя думает деген ба? Думающая статуя бар емес па? Бүйтіп тізесін қусырып, бүйтіп отырып алатын, басын жауып. Тура сондай. Міне Эльмираның затолары шықты. Өзім бағып отырмын, күйеуім балдарын тауып беріп жатыр. Сондай. Осындай затолар көп бізде. Тағы да қазсаңыз, тағы да шығады. Менде табыс жоқ, зато мен осындаймын, зато бірдеңемін деген сияқты. Өте қызық негізі. Бұл деп отырғанымыз біздің жаңағы түйсік деңгейіндегі установкаларымызды табу деген жаттығу бұл негізі. Жаңағы біз білетін жалпы жаттығулар бар, мен мына жақтан оқыдым да өткенде өзім жазғанымда. Жалпы білетін тұжырымдарымыз бар, біз сенетін, халықтың бәрі сенетін. Ол бір бөлек, оларда алып трансформация жасау керек. Ал біздің өзімізде тағы да ішкі затуларымыз бар, ішкі тұжырымдарымыз бар. Оларды просто ұстап тауып алу керек. Оларды таппайынша, оларды білмейінше біз оларды жоя алмаймыз. Я түсінем, Эльмира, дұрыс жасаған, жұмыс жасаған дұрыс. Зато мен үйде отырмын дейсіз. Сіз анау, не дейді, саналы түрдегі Эльмира айтып жатыр, жұмыс жасаған дұрыс қой деп. Бірақ ішкі Эльмира, ішкі жаңағы біздің түйсігіміз, сіздің түйсігіңіз, жаныңыз жұмыс істегенді қалап тұрған жоқ. Үйде отырғанды қалап тұр. Сондықтан ол жұмыстың табылмаса егер, яғни, значит, соны қалау орындалып тұр деген сөз. Сондай болып жатады. Біз бәрімізде сондай зато бар. Өздеріңізге өздеріңіз, не дейді, шынайы жауап беріңіздер. Әркімде осындай затолар бар. Затолар немесе не үшін маған табысымның аз болғаны қайырлы? Несімен қайырлы? Осы сұрақтарды жазып алыңыздар да соған жауап іздеңіздер. Міндетті түрде табасыздар. Менде табысым аз, зато менде мынандай. Менде мұндай ақша жоқ, зато менде мынандай. Барлықтарыңызда бар ол нәрсе. Ал енді егер нетсеңіздер, қайтадан көріп жатып жасарсыздар, мен ары қарай кете берейін. Олармен не істейміз ары қарай? Міндетті түрде табылған установкалар болып табылады бұлар уже. Біз оларды даже жазып қоямыз. Менің табысым, жаңағы мен мысалға миллионды нетіп жатырма, менің табысым миллион болатын. Айына миллион теңге болатын болса, онда менде жаңағы ішінде шығады. Маған уже скидка жасамайтын болады. Мен жаңағы, менде де бар жаңағы неткен, не дейді нау? Ер азаматым менде маған қарап қалатын болады. Мен табысты болып, ол таппайтын болып қалады деген сияқты. Және тағы да басқалар. Өзіңіздің тапқан установкаларыңыздың бәрін қағаз бетіне жазып аласыз. Осыларды біз тауып алдық, ұстап алдық. Олар бірден көрінбейтін нәрселер, бірден ойға келмейтін нәрселер. Сіз даже оны ешқашан өйтіп ойламағам деп те ойлайсыз. Қой, мен өйтіп ойламаймын деп ойлайсыз. Бірақ сізден шығып жатыр ғой қазір жауап ретінде. Ішкі Эльмирадан, ішкі Сәуледен сұраған кезінде мен
түйсік маған солай деп жауап беріп жатыр. Зато сенде мынандай ғой деген сияқты. Яғни осы біздің установкалар жұмыс істеп жатыр. Осы установкаларды біз жоюымыз керек. Жою деп отырғанымыз қайтадан. Енді мен сіздермен сәл бөлісемін, бірақ жалпы не дейді оны? Не дейді? Көп разглашать ете беруге болмайтын нәрсе дейді. Просто өзімізге, мен трансформационный текст айтпаймын әрине, өзімізге бұлардың тек қана установка екенін, бұл тек қана біздің ойымыз екенін жеткізуіміз керек. Вот в чем секрет. Жалпы мастер-киттің тренажерлары арқылы оңай жасалатын нәрсе. Ал егер өзіңіздің күш қуатыңыз жетіп, соны жасай алатын болсаңыз, құба-құп, мен даже қуанар едім. Сіз осы жаттығуды жасап отырып, өз тұжырымдарыңызды трансформация жасай алсаңыз, тұжырымдардың бәрін жазып болғаннан кейін, міндетті түрде әрқайсысын жеке-жеке айтып отырып, оларды проработка жасау керек. Проработка деп отырғанымыз, ол жаңағы ойдың тек қана сіздің ой екенін, өзіңіздің ғана тұжырым екенін өз-өзіңізге айтып жеткізесіз. Және оны өзгертуге болатынын да өзіңізге жеткізесіз. Проработка деген мастер-киттегі процесс, ол өзіңмен өзің жеке отырасың, медитация сияқты, көзіңді жұмасың, өзіңнің ішкі дүниеңе, яғни назарыңды өзіңнің жүрек тұсыңа аударасың, сөйтесің де өзіңмен сөйлесесің деген сөз. Өзіңе жаңағы айтып отырған тұжырымдарыңыз тек қана тұжырым екенін, тек қана ой екенін айтып жеткізу. Просто ол ой ғой, ол тек қана ой деп айтып жеткізесте, сол кезде сізге жаңағы трансформационный текст бар өзім неде, мастер-китте. Айтып болған кездерде сіздің ойыңыз шын мәнінде өзгереді. Ішкі Сәуле немесе ішкі Эльмира жаңағы түсінеді оның тек қана ой екен, сөйтеді басқаша инсайт келеді. Ой трансформациясы деп отырғанымыз осы. Өзіңмен өзің 5 минут, мүмкін 10 минут жаңағы ойдың тек қана сіздің тұжырым екеніңізді жеткізе отырып, өзіңіздің ойыңызды өзгерту. Жасап көргендеріңіз болса, ой бөлісіңіздер эфирден кейін. Мұнда жасап жүргендер бар да, мастер-китті алғандар оны демде жасайды. Айтып отырады да, өзін жаңа тренажермен жасаймыз ғой да, тренажерда жаңа жазып қойған сөздерінің бәрін өзің қайталайсың, қайталау арқылы өзіңе қаттырақ жеткізесің. Тем более еще тренажердің өзінің бір несі бар, ерекшелігі бар. Тренажерда айтылған сөздеріміз бір альфа волнамен жазылған дейді да, ол біздің подсознаниеға кішкене әсері бар дейді да. Жалпы тренажерді неге қосып қойып істейміз? Сол айтқан кезде, оның айтқанын біз қайталаған кездерде бізге жақсырақ жетеді, дұрысырақ жетеді. И трансформация тезірек болады. Сол трансформацияны орындау арқылы біз өз ойымызды өзгертеміз. Уже сен содан кейін-ақ, сол трансформация болғаннан кейін-ақ прям қайтадан образ қарауың мүмкін, немесе уже жаңағы ойды қайталап айтуың мүмкін, бірақ ол ой не істейді, өзінен өзі сен ойың емес сияқты болып тұрады. Мен неге бұлай ойлағам деген сияқты ой келеді. Шынында да неге мен бұлай ойлағам, олай ойламасам да болар екен ғой деген сияқты бір өзіңе сондай бір ішкі көңіл күй келеді. Көңіліңе сондай бір ойлар келеді. Внутреннее ощущение дейді ғой. Сондай ощущение деңгейінде сезіледі. Яғни сен бұрынғыдай уже ойламайтын боласың. Тек жаңағы мысалға Эльмиран айтқандай да, мен жұмыс үйде отырғаным пайдалы ғой, мен балам әлі кішкентай деген сияқты да. Бұл тек қана сіздің ойыңыз. Сіз үйде отырып, мысалға да, баламен отырып та табыс табуыңызға болады. Сол кезде бір варианттар да келе бастайды. Үйде балаңмен отыра бер, пожалуйста. Сөйтіп отырып, мынандай жасай бер деген сияқты варианттар келеді. Олай істеп жүргендер өте көп. Қазір декретте отырған әйелдердің табысты болып отырғандары өте көп. Просто жолын көзін тапса болғаны. Сізге сондай уже, не дейді, вселенныйдан сондай хабарлар келе бастайды. Мынандай вариант істесең болады, мынандай істесең болады деген сияқты. Сосын жолыңызда ашылатын болады. Мен айтып отқаным түсінікті ғой деп ойлаймын. Түсініксіз болса, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Эфирден кейін де сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Жекеге жазыңыздар, хоть сториске жазыңыздар. Бөлсем. Ал енді менің айтып жеткізейін дегенім,
Бұл ұстанымдар, тұжырымдардың барлығын біз тауып аламыз, тізімін жазып аламыз, 10, 20, 30 да болуы мүмкін. Және тағы да кең тараған тұжырымдарды, мысалға, компанияның өзі де өткенде осы вебинарға, август айында өткізген вебинарда прям тізім ретінде ұсынған, берген 50 тұжырым, ақшаға қатысты 50 тұжырым деп, жаңағы мен кеше посттың артында да айтып едім, сұрайтындарыңыз болса, қажет болатын болса сұраңыздар деп. Негізі ақшаға қатысты тұжырымдар өте көп. Соның ішіндегі кең тарағандары, бір 10 шақтысын жазып қойдым. Кең тараған тұжырымдар. Соның барлығын алып, мастер-кит алып, просто өзіңіз автоматом барлығын бірінен кейін бірін біртіндеп жоя бастайсыз. Жоя бастаған кезіңізде өміріңізде қаншалықты өзгерістер бола бастаған. Әр тұжырымға 5-10 минут уақыт кетеді. Установканы, ой трансформациясын жасауға. Жасайсыз да, нәтижесін артыншақ көресіз. Вот мен кеше бір тұжырым өзімнің проработкамды жасадым да. Это уже мен басқа деңгейдемін, яғни 5-ші деңгейге өтіп, 5-ші деңгейде трансформационный нені жасауым керек. Проработкалар жасап жатырмын. Ол кездегі уже не дейді, самооценка, глубина деген сияқты нәрселер, енді бұл сіздерге қатысты емес. Жалпы соның өзіне мен күшті деген эйфория алдым. Мен мысалға кеше тікелей эфирге шығуға оншалықты дайын емес едім. Білмеймін, настроением болған жоқ деп айтады ғой. Ал сол проработкадан кейінгі көңіл күйім енді ол бүгінге шейін әлі сақталып жүр да. Мен өз-өзіме сенімділігім артып, мұндай эфирді жүргізуге батылым жетіп деген сияқты. Яғни адамда әр кезде әртүрлі көңіл күй болады. Мынандай проработкаларменен біз өз көңіл күйімізді соншалықты бір мықты гармония деңгейіне жеткізіп ала аламыз. Сенімділікті де ұялатуға болады, қорқыныштардың бәрін жоюға болады, реніштердің бәрін жоюға болады. Енді ол бір лезде жасалатын нәрсе. Мысалы бүгін бір таңертең мені жақын танысым нетіп жатыр, хабарласып жатыр. Енді мен психолог ретінде жаңағы жилетка дейді ғой, жылап алатын. Сондай сияқты көріп жатыр ғой деймін да, өзінің проблемасын айтып. Кешеден бері жаңағы көңіл күйім жоқ, вообще салым суға кетті, ештеңе істей алмай отырмын деп. Не себеп? Осындай ренжідім дейді. Ал ренішін өткендегі мен практика жасап жүрмін, сол схемамен алдық та проработка жасап тастадық. 5-10 минут енді анау-мынау еще оның предысторияларын естіп, бүкіл барлық өмірін айтып тастайды ғой адамдар ренжіген кезде. Соның бәрін тыңдап отырып, кішкене реніштің түбірін таптық, проработка жасадық, көңіл күйі рахаттанып, құлшынып, жаңағы танысым менің күш-жігері қайтадан өзіне келіп, мен кеттім базарға тірліктерін істейін дейді ғой. Вот адамдарға бар ғой соншалықты энергия береді бұлшы, әр проработка дегеніміз. Сондықтан мен сіздердің барлықтарыңызға әлде де айтып қоймаймын. Мастер-китті ең болмаса, мүлде қазір енді табысым аз, ақшам жоқ, мен білмеймін. Мен көп адамдардың айтатын сол екен. Мастер-кит қымбат. Жаңағыдай бүкіл барын сатып алуға шамам келмейді. Өзім проблемада жүрген кезде, немесе ауырып жүрмін, мен қазір емделіп жатырмын, емге кетеді ақшам. Немесе өзім кредитте қарызда жүрмін, қалай мен сатып алам бұны деп. Мына проблемалар өте көп адамдар хабарласады да, маған өзім тегін проработка жасауға көмектесем деп бір объявление берген едім, мен сол кезде енді өте көп адам хабарлады. Реніштерін проработка жасап алды, үйтті-бүйтті. Бірақ адамның бәрінде проблема бар, проблемаларын шешкісі келмейді. Өйткені олардың затолары өздеріне өте пайдалы болып тұр. Сөйтеді, бірақ жаловаться еткенді бәріміз жақсы көреміз ғой. Жаловаться етіп аламыз, адамдарға жаңа жыланып аламыз. Ол да бір қайырлы нәрсе, адамдарға негізі жақсы нәрсе. Біз үйреншікті нәрсеміз ол да, сондықтан одан көп адам отказ бергісі келмейді, сол күйінде жүре бергісі келеді, зона комфорта ол біз үшін. Ал егер шын мәнінде өмірімді өзгертемін, мен табысты бола аламын, табысты болуға міне бір кішкентай ғана жол. Сіз мастер-киттің алғашқы деңгейін, бірінші деңгейін сатып алсаңыз, ол где-то 4900 рубль нақты бағасы. Енді қазақша теңгеге ауыстырған кезде 28-29 мың теңге болып тұр. Сатып аласыз да, мына тізімдегі бүкіл жаңа тапқан установкалардың барлығын отыраста просто трансформация жасайсыз. Тренажер бар, тренажерға кіресіз, жаңағы установкаңызды жазасыз да, проработка жасайсыз. Тек қана оның тұжырым екенін өзіңізге дәлелдеп бересіз. Тренажермен істеген өте оңай. 5 минут, 10 минут кетер, 15 минут кетер көп болса да, әр тұжырымға.
әр тұжырымды солай жасап отырасыз. Бір 2 күн 3 күнде бар ғой, сіздің анау ойларыңыздың бәрі мүлде өзгеріп кетеді. Ақша жоқ емес, ақша табылады. Ақша қарыз болып жүр ме дегендердің бәрі өзінен өзі жойылады. Яғни проработка соншалықты тез болатын нәрсе және өте тиімді болады. Сіздің ойыңызды трансформация жасайды. Сондай жасаған кездерде сізде кереметтер уже өзінен өз үйге не дейді, үйіңізге, өміріңізге келіп жататын болады. Бұндай нәтижені алып жатқандар өте көп алып жатыр. Өткенде әсіресе марафонға қатысқандар, кредиттен құтылу да сол нәрсе. Эльмира, ол тек біреуін ғана таптыңыз ғой, сіз онымен кішкене өзіңізбен өзіңіз, мен айттым ғой, медитация сияқты жеке отырып затоларымызды табу үшін өзіміздің жүрегімізге үңіліп барып сұрауымыз керек. Зато менде не? Бірден шыға қоймайды. Өйткені сіздің жаныңыз сізге бүкіл барлығын ақтарып бірден айта қоймайды. Оның кішкене не деу керек, анау бірінші өзіңе қаратып алу керек, кішкене оған прислушаться нужно. Ол сіз қанша жылдан бері онымен бүйтіп контактқа бармағансыз жаныңызбен, мысалға, ол бірден сізге келіп айта салады деп айтпаймын. Жайлап шығады. Бір күн, 2 күн, ол бір асау ат сияқты. Өткенде бір айтып едім да, асау ат сияқты, асау атты бүйтіп жүгендеп алу кішкене жұмысты, кішкене күш-жігерді қажет етеді. Не болса да тырысасыз, жұмыс істейсіз, күнде істесеңіз, ол бер қарамай қоймайды. Ол себебі ол өзіңіздің ішкі дүниеңіз. Просто үйренбеген, кейін үйренеді. Уже онымен жақсы қарым-қатынаста боласыз. А онымен қарым-қатынасқа мен өзім білем да, өзім практикамда. Мен проработка жасаған күндері, енді мен действительно күшті болып жүреді. Жаным деген жайнап кетеді ғой, жүрегім деген ашылып, білмеймін. Елдің бәрін жақсы көріп, ал проработка жасамай, өзімен өзім, ол өзімен, менің жүрегім өзімен өзім болып кететін болса, проблемалар қайта көбейіп кететін сияқты. Бір өмірден түніліп, бірдеңе болып кетесің. Ал проработка жасаған кезде сен жаныңмен сөйлесесің, жаныңменен екеуің тіл табысасыңдар деген сөз. Ал деген керемет дүние. Жаныңыз рахаттанса, сіз өзіңіз де рахаттанасыз, барлығы рахаттанады. Сіздің айналаңыздағы адамдар да рахаттанып қалады ол кезде. Вот осындай нәрсе. Енді сіздерге ұсынар едім. Бірінші деңгейін хотя бы да сатып алып, жаңағы установкаларыңыздың бәрін жойып, өзіңіз көресіз, екінші деңгейге ақшаның қалай келгенін өзіңіз байқамай қаласыз. Вот сондай бір мысалдар өте көп. Сосын компания қазір ұсынып жатыр, мысалға да, сен қазір бірінші деңгейді сатып алып, 3 күннің ішінде екінші деңгейді сатып алатын болатын болсаң, саған жаңағы 4900 рубльді скидка жасайды. Келесі деңгейді сен уже 26800-ге емес, сен оны сатып аласың 21700-ге. Уже жақсы. Сен сонда келесі деңгейіміз 150 000 теңгедей тұрады дедік қой да? Жаңағы 30 000 теңгесін алып тастасаң, 120 000 теңгеге екінші деңгейді сатып аласың. Керемет нәрсе. А ол 120 000 теңге, 150 000 теңге жалпы екеуінің құны да базовый уровень деп атаймыз ғой, бірінші, екінші деңгейді. Ол деген сіздің алатын эффектілеріңізбен салыстырғанда мүлде болмашы нәрсе. Былай қарап тұрсақ, біз жаңағы ойлаймыз да, бір көп ақша сияқты 150-160 000 теңге деп та, қайдан табам деп. Сіз табасыз, табылатын жер көп. Себебі сіз анау страх, обида, ішіңіздегі мои желания дейма, установкалардың бәрін проработка жасаған кезіңізде сіздің ойыңызда өзгергені соншалық сізге мүмкіндіктер ашыла бастайды. Сіз көрмей жүрген нәрселердің бәрі көзіңізге көрінеді. Бұрынғы ренжіген адамдарыңыз сізге жаңағы қарыздар болса, қарыздарын алып келеді. Кредиттен құтылатын болсаңыз, сізге жаңағы өткенде Эльмира, кредитіңіз жабылмады ма, одан кейін хабарласпаппыз да, кредитіңізді үкімет жауып тастайды, немесе басқа болады. Ол сондай бір жолың ашық, көңілің жайланған, проблемаң почти жоқ, немесе проблемаң бар болатын болса, оларды шеше алатындай қабілеттің бар сенің. Сондайлықтандай бір холодный, не дейді, проблеманы ыстық кезде шешпе дейді да, суытып барып шеш дейді ғой да, сол сияқты холодный рассудокпенен уже шешуге қабілетіңіз болатын болады. Сондай нәрсеменен біз жұмыс істеген кездерде сондай бір гармонияда, осындай бір әдемі күйде жүресің да. Оны мен бәріне тілер едім. Адамдардың барлығы да осындай болып жүрсе ғой, барлығында мүмкіндік болса ғой, осы мастер-китті алып жұмыс істейтін. Мен кеше осы бір аптаның ішінде кішкене қайталау сабақтарын өттім да, Дарья Трутневаның
өтесің, вроде білетін сияқтысың, жаңағын бәрін нетіп қаласың ғой да, жасай бересің тренажерменен, немесе кейде тренажерсыз да өзім сөздерін білемін дедім да, жасай берем былай ауызша өзім да. Бірақ бір 2-3 күн болды, сабақтарын қайталап, тыңдап, сөйтіп жүрген кездерде до того гениальная девушка. Соншалықты бір керемет нәрселер айтып жатқанын өзім үшін қайтадан аштым. Ана сабақтардың бәрін қайтадан өткен, қандай керемет, қандай бір түсінікті нәрселерді сондай бір қарапайым сөздермен ақ жеткізіп айтып жатыр. Мықты керемет нәрсе, гений деген сондай ғой деймші. Кеше Ақтауда болды вебинары. Вебинар емес, кәдімгі мастер-класс. Үлкен залда 1000 адамнан жоғары кездесіп өтті. Мен әпкем тұрады Ақтауда. Сол кездесуге барып келген. Енді айтып жатыр ғой, ана қыз бір жағынан сұлу дейді. Сұлу болғанда оның өзі беті де сұлу, өзі де сұлу, жалпы сымбатты келіншек. Жаны сұлу, көрініп тұр дейді. Сондай бір жаңағы нұр шашып тұрған, басқаша ол. Шынымен бір 5 элемент дейміз ба, оны мен баяғында өзім сонымен салыстыратын тұғым. 5 элемент деген киноны көрген болсаңыздар, басқа жақтан планетадан алып келеді бір қызды, ана Мила Йовович ойнайтын. Соншалықты жаны таза, бәріне тек жақсылық тілейтін, ешқандай бір жамандық еш нәрсені нетпейтін, ойламайтын сондай адамдар болады ғой. Тура сондай Дарья Трутнева. И оның жасаған мастер-киті адамдарды сондай күйге алып келеді. Действительно, оны 5-ші уровеньге мен жаңадан өттім да, 5-ші уровеньде айтады. Это уровень рай. Жұмаққа барғандай. Жұмақта айтамыз ғой, біз адамдардың ешқандай несі болмайды, ешқандай ерекшелігі болмайды. Ол жерде сен ер адамсың ба, әйел адамсың ба, бөлінбейді. Ол жерде сен байсың ба, кедейсің ба деген сияқты бөлінбейді. Ол жақта ауру, сау деген түсінік жоқ. Ол жерде просто жан, сен рухсың, барсың, и все. И соныменен барлық нәрсе айтылып жатыр дейді да. Енді мен 5-ші деңгейге өткен кездегі состоянием өзіме өзім бір керемет болып отыр. Мен действительно, это же рай. И мы можем этот рай создать сами, сейчас. Не обязательно жұмаққа барып түсу. Қазірден можно для себя создать этот рай. Өзімізге өзіміз жұмақ жасап, өмірімізде жұмақта өмір сүруге болады. Бұл өмірге де біз жайдан жай келген жоқпыз. Біз бұнда бақытты болуға келдік, және біреулерді бақытты етуге келдік. Ақша дейміз ба, басқа дейміз ба, оның бәрі келетін нәрсе. Олар просто құрал. Жанымыз жайланғанға не жетсін деп ойлаймын да. Мен сондықтан тілер едім әрқайсыңызға. Просто для интереса хотя бы алып көріңіздер 1-ші уровеньді. Сіздер білесіздер, проработка жасаған кездерде өзіңізден өзіңіз басқаша деңгейге, уже басқаша күйде боласыз. Өзгересіз, міндетті түрде. Оған уже гарантия бар. Мен талай адамды көріп жатырмын, солай өзгеріп жатқан. 1-ші деңгейді алған адам ары қарай да алғысы келетінін. Шамаңыз келмесе, енді жасамасаңыз әрине, бірақ гарантия дегенде, гарантия егер сіз жұмыс жасасаңыз бар. Жұмыс жасамай алдым болды, тұра берді дейтін болсаңыз, онда өзіңіз білесіз. Ол уже нәтиже ешқашан болмайды егер сіз жұмыс жасамасаңыз. Жұмыс жасаған кезде нәтиже болады. Кеше біз тренингтер туралы айтып едік та, тренингтерден де көптеген адамдар заряд алып, күшті білім алып келеді да. Сол тренингте айтқан тапсырмаларды орындасаң, 100% нәтиже аласың. Жасамасаң, I'm sorry дейді ғой, қайтадан өз күйіңде жүре бересің. Міне, осындай күйді тілеймін сіздерге. Менің эфирімде жауып жатқан ақшалардың барлықтарыңызға бұйыруын тілеймін. Осындай ақшаларыңыз көп болсын, бай болыңыздар. Я, Айгуля, дұрыс айтасың, разум, тело, дух должны быть вместе. Дұрыс. Біздің жаңағы неміз ғой мынау, миымызды біз көбірек дамытып жібергенбіз. Әсіресе университетте істеп жүрген оқымыстыларшы, кандидат наук дейміз ба, біз әбден миымызды көп дамытып жібергенбіз. Мен бәрін білем, мен бәрін нетем дейміз ғой. И өзіміздің жаңағы душамызды, жанымызды тыңдамай кеткенбіз. Сондай, мен өзім сондай болғам. Робот сияқты жұмысқа барам, келем. Даже рахаттану дегеннің не екенін білмеген ғой осыған дейін. Осы мастер-китті алып, өзімен өзім жұмыс жасағанша. Рахаттану, өмірді сүру, білмеймін, бала-шағаңмен, күйеуіңмен, отбасыңмен, туған туыстарыңмен, ата-аналарыңмен қалай қарым-қатынаста болу керек. Доста жаңағы жұмыстан өзінде де ешқандай бір не жоқ қой, силабус, анау, мынау әңгімеміз одан артыққа бармайды. Сен сабағын беріп, өтіп берші, үйтші дегеннен артыққа бармайды. Көп болса ауруларын айтады адамдаршы, шай ішіп отырып. Не хочу я так. Адам деген негізі жаны бақытты болуға жаралған.
бақытты болуға әрқайсымыз лайықтымыз. Проблеманың барлығы кетеді, бәрі шешіледі. Тек қана гармонияда болатын болсақ. Ал жаңағыдай тұжырымдардың бәрін алып тастау өте оңай. Алыңыз, жасап көріңіз. Егер жаңа түсінбеген болсаңыз, менен бір сұрақтар болған еді жаңағы. Эльмира сұрапты, түйсікпен жұмыс жасай аламыз ба мастер-китпен? Әрине. Мастер-кит именно сондай түйсікпен байланыс орнатып, сондағы тұжырымдарды, қатып қалған тұжырымдарды, негативті тұжырымдарды тауып алып, соларды жоюға арналған құрал. Просто пылесос для нашего мозга дейді. Қарлығаш, кредиттен құтылу жолын қайталайсыз ба? Кредиттен құтылу жолының бірінші сізге қандай қайыры бар екен, ол кредиттің, соны тауып аламыз. Сосын сол установканы жоямыз. Құтылу жолы сол ғана. Немесе басқа да техникалар бар ғой. Өткенде біз ең алғаш Құралай ханым баяғы бір нелерінде айтатын, кредиттегі сумманы, немесе график погашения дегенге төленді болды деп қол қойып қой, и соған сенгін дейді. Сенесің, бірақ біраз уақыт өтеді, хорошо. Немесе жаңағы кредиттің суммасын қағазға жазда, жыртып барып, көп адам жүретін жерге барып лақтырып жібер деген сияқты, немесе суға ағызып жібер деген сияқты нәрселер деді ғой. Ол техникалар психологияда, эзотерикадағы техникалар. Жалпы жасайтын шығар. Себебі біз оғанда сеніммен барамыз ғой, сеніммен жасаймыз. Сеніп, мен жаңағы жыртып тастадым, лақтырдым, суға ағызып жібердім, болды, менде ол кетеді деп сенім пайда болады. Сондай ой пайда болған кезде ол бір кетуге жол ашылады. Қандай да бір нәрселер недетін шығар. Ол да оңай техникалардың бірлері сол. Ондай өзімде істеген баяғыда Құралай айтқан кездерде. Оларда жұмыс істемейді деп айтпаймын, жұмыс істейді. Бірақ олар лезде істемейді. Бір жыл, бір ай, 2 ай, білмеймін қанша уақытта келетінін, әйтеуір бір кездерде жұмыс істейді, олар да орындалады. Барлық техника орындалады. Бірақ мастер-киттегі сияқты лезде емес. Прям щелчок дейді ғой, бүйтіп ше. Қолыңменен прям біткен сияқты 5 минутта отырасың, сен қазір былай деп ойлап отырсың. Ойыңды трансформация жасайсың, уже басқаша ойлайсың. Сенің ойың, ол сенің өмірің. Осымен келісетін шығарсыздар. Келісетіндер осыны жасайды. Келіспейтіндер пока басқаша кітаптарды оқып жүре беріңіздер. Так, сұрақтарыңыз болмаса, мен эфирімді аяқтайын. Ал сұрақтарыңыз болса, тағы да қойыңыздар. Негізі эфирді, бұл практикалық эфир болды. Сондықтан басынан қайтадан қойып, өзіңіз мендегі стористегі проблемаларды бір қарап шығып, немесе өзіңіздің жаныңызда прям нетіп жатқан проблемалар да бар шығар. Осындай деген жаңағы кредит бар ма, отношения болсын, басқа болсын да, жаңа чек-листтің ішінде стористе мен қойып қойғам. Соның ішінде бар. Немесе телеграмға өтесіздер де жүктеп аласыздар. Мен просто маған WhatsApp-қа жазсаңыздар да сала аламын. Просто уақытым болмады, ол әрқайсыңызға жауап беріп отыратын. Телеграм каналға кіресіздер де өздеріңіз жүктеп ала бересіздер. Ол самостоятельно жасалатын нәрсе. Сондықтан ойлап едім, сол жаққа жұмсап жатқан. WhatsApp-қа жазсаңыздар да болады. Мүлде телеграм жоқтар мысалға да. Телеграм жоқ, не істеймін дейтін болсаңыздар. Эфирді сақтап қоям, әрине. YouTube-қа да сап қоятын шығармын. Жақсы, онда сұрақтарыңыз жоқ болса, мен аяқтаймын. Айтатынымды айтып болдым. Сау болыңыздар.